Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге тортты осылай әдемі қылып лентасын байлауды үйрететін боламын. Видеода көрсетілгендей етіп осылай 4 рет өлшеп аламыз. Бұл 5-шісі бетін байлайтын жері. Енді лентаңызды 2-ге немесе 3-ке бөлеміз. Лентаның екі жағын біріктіріп аламыз, бірдей қылып. Астын X қыламыз, бір-біріне қарама-қарсы бағытта. Міне осы видеодағыдай етіп астын жасау керек. Сонда торт құламайтын болады. X-образный болса.